кімде-кім осы қыздарға қатысты, қыз балаларға қатысты қандай да бір сынақпен сыналған болса өмірінде, мысалы біреудің қыз баласы мысалы аурушаң болуы мүмкін, біреудің қыз баласы мысалы күйеуге шығып дұрыс тұра алмай қайтып келуі мүмкін, әртүрлі жағдай. Қыз баладан адамдар бір қашуды қалайды. Соны пайғамбарымыз салам айтып отыр. Осы қыз балаларға қатысты қандай да бір нәрсемен әкесі сыналса дейді, анасы сыналса, сөйтіп соған төзімділік етті, ештеңе етпейді қызым. Өйткені еңсені көтеру керек қой. Сондай нәрселер жаңағы қиындықтарында қасынан табыла алса, жақсы қарым-қатынас жасай алса, осы қыздар ертең қиямет сағаты орнаған кезде және де ол кісінің амалдарына тозаққа қарай түсіргелі тұрған болса, жаңағы қызы келеді де пердеге айналады дейді. Тозаққа жібермейді. Сонымен Алла Тағала жақсы дейді екен. Ойлаңыз, ол балаға айтқан жоқ бұл нәрсені. Міне, ол қыз балалардың құндылықтары өшіп қалғаннан кейін, сондай-ақ пайғамбарымыз кімнің 3 қызы болса, бір хадистерде бар Тирмизиде, 3 әпкесі немесе 3 қарындасы болса, соларға жақсылық істеген болса, солардың барлығы ертең тозақтан қорғайтын жандар.